Таныс ойындар болып және ол өзін күнде рыцарь сияқты сезінгісі келеді. Сол үшін біз Бобты орта ғасырлыққа апарамыз. Орта ғасырлықта тірі қалу оңай емес. Мәселен, өлім бүкіл жерден күтіп отыр. Қорқпа, бұл жай ғана тышқан Боб. Айтпақшы, сен білесің бе, тек тышқандар чуманың ең басты таратқыштары болғанын. Эпидемия өзімен бірге 60 миллион адамның өмірін әкетті. Егер де Боб жұқтырып алса, оның денесін көпіршіктер қаптап кетеді. Қанды жөтел және тіндік наркоз. Ешқандай антибиотиксіз Бобтың тірі қалу мүмкіндігі 5%-дан артық емес. Міне, және чума дәрігері осыған келіседі. Ол қазірдің өзінде жалынды Бобты жинап жатыр, эпидемияны жібермес үшін. Бірақ соғыс бұдан да қауіпті емес. Бұл орта ғасырлықтағы жай ғана тірлік болып саналады. Бұл саған жақсы жаңалық емес. Боб соғыс кезінде сені оңай қылышпен кесіп немесе садақпен атуға болады. Соғыстан қорқып тығылып қалу әрекетің сені соғыс алаңында өлімнен құтқару мүмкін. Бірақ егер Бобтың қашқанын ұстап алса, сосын ол орта ғасырлық сотта болады, яғни адаптау камерасынан барады. 2 сағат үзіліссіз қиналудан кейін Боб травматикалық шоктан өледі немесе барлық қатысуы мүмкін қылмыстарды мойындайды. Тіпті ол қатыспаса да. Егер де ол әзәзіл шайтанға табынуды мойындаса, бұл отқа жағу туралы үкім шығарады. Бобты толықтай өртеу үшін шамамен 4 сағат уақыт кетеді және оның өмірін қатты жауынғаннан құтқара алады. Қызық екен, Боб, сәттілік сенің жағыңа күлімдеген сияқты. Немесе жоқ. Осы видеоны достарыңа көрсет және каналға тіркел. Бобқа жаңа эксперименттерді өткізіп алмас үшін.